парламенттің депутаты болуға, сайлауға түсуге. Яғни ол өздерінің адамы деген сөз. Бұрын біз жаңағы бізде түсе алатын едік. Ол жүйені бұл құртайын деп отыр. Соңғы немеде кішкене оған орын бермеді ғой, мысалы. Қазір соны да алып тастайын деп жатыр. Ал партияны тіркемейді. Мысалы, Алға Қазақстанды партияны тіркемейді. Тіркесе тек қана өздерінің партияларын ғана тіркейді. Алға Қазақстанды Атажұртты да тіркемей отыр ғой. Тіркемей отыр. Алға Қазақстанның бірінші жетекшісі марқұм Жасарал Қуанышәлінді өлтірді. Мен ол кісінің қайтыс болуын тіке қастандық деп ойлаймын. Болмаса ол кісіден бір ұлы қаусар ауру да жоқ еді. Сөйлесіп тұрдық кеткенше. Аяқ астынан ол кісі хабарсыз қалды. Аяқ астынан жаңағы қайтыс болғандығы хабарланды. Енді Алға Қазақстанның екінші лидері Марат Жыланбаев, әлемге әйгілі марафоншыны, Гиннес дүние рекордтарына кірген адамды алып, оны 7 жылға соттап жүр. Кеше бір қызық сұмдық ақпарат көрдім. Марат Жыланбаевқа бостандық деп, жай әлеуметтік желіде қысқа ғана бір жүгіріп, Марат Жыланбаевқа бостандық деп, өзі жалғыз ғана жүгірген, қысқа ғана видео салған азаматты енді соттағалы жатыр екен. Қоғамдық тәртіпті бұзды дейді. Ол бар болғаны бір 100 метр жерге жүгірген. Қып-қысқа пикет жасаған ғой, пикет жасаған. Соны қоғамдық тәртіпті бұзды деп әлгіні соттағалы жатыр. Бірақ Марат Жыланбаевты қолдағансып, құмда қолына таяқ ұстап мәлкілдеген биліктің кәрі маймылы Тетушка кезінде Әміржан Қосановтың командасы болған Дос Көшім видеоға түсіріп, оңынан солынан түсіріп, дронмен түсіріп, бүкіл маймылдарын түсіріп, оны азаттық тура Дос Көшім Марат Жыланбаевты қолдау мақсатында марафон құмда жүгірді деп жаңағы. Кәрі маймылды азаттық өлгенше жарнамалады. Мен айтам да, ана Дос Көшімді соттаңдар дегім келеді де. Дос Көшімді де соттаңдар. Марат Жыланбайға бостандық деген белсенді азаматты соттапты. Ол да жүгіріпті енді марафонның ырымын жасап. Онда Дос Көшімді де соттаңдар. Ол да қоғамдық тәртіпті бұзды. Ол да бүкіл елдің санасына Марат Жыланбайды сіңіргісі келіпті мыш енді. Сонда бұл биліктің заңы арнайы нысанасы бар адамдарға ғана қаратылады. Бірақ осындай тақырыпты маймылдары, Дос Көшім сияқтылар көтерсе оған рұқсат. Қазіргі осы қазақ қоғамындағы саяси сауаты төмен адамдар көп нәрсені түсінбей қалады. Анау көтеріп жүр ғой, айғайлап жүр ғой, ол сотталмайды. Мынау көтерсе неге сотталады? Сонда біздің заңымыз қалай деген сияқты ұғымдалады. Мына қазақты адастыру үшін жасалып отырған саяси манипуляциялар ғой бұл. Иә. Әйтпесе, мына кім өте сауатты адам, Дос Көшім. Сосын шешен адам. Қазақша сондай жатық әдемі сөйлейді. Демократия туралы да, басқа туралы да жаңағы сөйлеген кезде осы бір сөзің үшін қолыңда кеткім келеді, бір сөзің үшін не болғым келеді деген сөзді бірін осы кімге Дос Көшімге арналған сөз. Иә. Міне осыны қайтадан шығарып жатыр. Ұзақ уақыт шығармай қойған анау кім Әміржан Қосановты шығарған осы ғой. Кімге қосқан Тоқаевқа сыңар қылып. Иә. Бұның жаңағы анау несі қоғамдық ұйымы жабылып тоқтап қалған. Иә. Халық ұмытып кеткен. Соны ол қайтадан жандандырып биліктің немесіменен. Соған жаңағы анау қасына кімді алып алып, атақты Қасен Қожахмет. Соның ықпалын, абыройын пайдаланып, өзінің жаңағы несін пайдаланып, Қосановты неге кандидаттыққа өткізіп жіберді. Ал бұл негізі қазіргі сөйлеп жүргені, билікті сынап жүргеніне халық алданады. Аз шындығында бұл халықты алдау, 200 адамды бұл. Қазіргі қоғамдық қайраткер қазақтың, саяси қайраткерлер, осындайлар міне. Осындайларды көреді де халық сенбейді. Әдейі жасап отыр билік. Жаңа халықты адастыру, шатастыру үшін. Өйткені бұл 99 рет қазаққа жанашыр болып сөйлейді жаңағы. Азаттықтан да сөйлеп жүр бұл даже. Азаттық бұны насихаттап жүр. Иә. Ал бірақ жаңағыдай шешуші кезде билікке халықты жығып береді.
Иә. Bir үлкен тірлігі менен жаңа сатқындық жасайды да, қалған уақытта қайттан демократ болып, халыққа жанашыр болып сөйлейді. Міне, қазіргі Қазақстанның қоғам қайраткерлері осындай. Яғни қойды бастайтын серке болады, бастап барып Иә. қойды бастаған беті қасапханаға кіргізіп жібереді, өзі жалп бұрылады. Мынау Шахановты. Шаханов керемет жақсы ақын. Шында қазақ тілінің, қазақ ұлтының немесінің біраз немесін көтерген адам. Әсіресе анау Совет өкіметі құлар кезде Кремльде сөйлеген, жаңағы парламентте, сол кездегі парламентті жоғары кеңес дейтінбіз ғой. Совет одағын. Сол тарихи жеңістер еді. Ал кейін бұл бұзылды. Бұл билікке беріліп кетті. Әсіресе Тоқаев келгенде Тоқаевты қолдап, Тоқаевтан білімді адам жоқ, пәлен тілі біледі, мен қанша адамға сенбесем де, тура Тоқаевқа ғана сенем деді. 9 жыл қолында бұл елші болған, Тоқаев сыртқы істер министр болып, бұның бастығы болған. Сон қаңтарда қолдаған үшін Шахановқа еңбек ері атағын берді. Шахан, мен бұл Нұржүйені ешқандай немесін алмаймын, орденін алмаймын, несін алмаймын деп жүрген халық қаһарманын алды. Енді сіздің жаңағы Совет одағы кезінде қазақты билікке жығып берді. атағын, ақын атағын, шоумендігін көрсетеді, бірақ ең соңында билікке жығып береді. Енді жаңа Совет одағы кезіндегі желтоқсанды көтергені туралы айтайын. Совет одағының сол пленумы ютубте тұр. Онда Латвия, Литва, Эстония бірінші көтереді. Ол кезде жаңылмасам, қазақтардың көтерілуінен бұрын Грузияда бір қырғын болады емес па? Азербайжан менен Грузияда қырғын, сұмдық болады. Иә. Ал бұл тақырып желтоқсаннан бұрын сол кезде Совет одағында тікелей эфирде, телевизордағы тікелей эфирде көрсетіліп болды. Латвия, желтоқсаннан бұрын болған жоқ. Совет одағының ең алғашқы үлкен көтерілісі желтоқсан болды. Желтоқсаннан бір жылдан кейін жаңа Азербайжан менен Украинада болды, Прибалтикада болды. Жоқ, ана Совет одағының құрылтайында, Москвада болған жиналыста Латвия, Литва, эстониялықтар бірінші бұл тақырыпты көтереді. Латвия, Литва, эстониялықтарды көріп, әлгі жерде бүкіл одақтас республика ауыздарын ашып қалады. Себебі олар компартияға ашық, кәдімгі тіке қарсы келетін, тіпті сол сөздерді ашық сол немлерде партияның пленумында айтады. Енді сол кезде барып Шахановқа Алматыдан, бүкіл Қазақстаннан жаңағы желтоқсанды неге айтпайсыңдар, Латвия, Литва, эстондар ананы көтерді, грузиндер көтерді, Азербайжандардың темасы болды. Сендер немене отырсыңдар қазақтар, тағы да қойымыз бәленбай миллионға жетті, жылқының саны түгенбай миллионға жетті деп өтірік доклад бересіңдер ме? Ал елдер нені көтеріп отыр дегенде Шахановқа жаңағы тезисті дайындап берген марқұм Арон дейді. Марқұм Арон соны дайындаған дейді. Шаханов оны көтергісі келмеген дейді. Сол бүкіл Москвадағы қазақтардың бет алдында Шахановты Арон жақтан жанып жіберген дейді. Осыны көтермейсің, Қазақстанға тірі қайтпайсың деп тұрып, ана Аронның бір еркектік жаңағы тентек мінезіменен соны көрсетеді дейді. Шаханов сосын барып жаңағы Арон дайындап берген орысша. Шаханов өзі орысша да білмейді ғой, ол оңтүстіктің қазағы. Ал Арон Ресейдің қазағы, оның орысшасы тастай, ол орысша өлең жазады, орысша кітап жазған адам. Сосын жаңағы Шахановтың қазақ акцентпенен жаңағы өзі жаттап алған қағазға қарап отырып, Москвада ерлеп тұрып айтатын сол. Бірақ кейін желтоқсаншыларды Шаханов күл-талқан қылған жоқ па? Алматыда Назарбаевтың рұқсатымен Шахановтың құрған комиссиясы желтоқсанға қатынаспаған фейк желтоқсаншылардың бәріне үй беріп, олардың жағдайын жасап, шынайы желтоқсаншылар Ресейде, Қазақстанда түрмеде шіріп кеткен жоқ па? Мысалы, Шахановтың өзі сол желтоқсан кезінде соның артынан жаңа Назарбаев рұқсат берді ғой, желтоқсанның комиссиясын басқартып қойды. Мен ойлаймын, сол желтоқсанның комиссиясын Назарбаевтың рұқсатымен Шаханов басқарған кездің өзінде ол сол Назарбаевтың пешкасы екен деп ойлаймын. Ол аяқ астынан сатылған жоқ. Жоқ, ол 9 жыл Назарбаевтың Қырғызстандағы елшісі болды. Ал шетелде елші болу,
бұл өте үлкен лауазымды қызмет. Ол жаңағы КГБ-ның фильтрінен өтпеген адамды ондай елші қылмайды ешқашан. Және ол 9 жылдан кейін оны қайтып келген кезінде қандай қызмет жасады? Парламентке депутат қылды. Одан бөлек қазақ қоғамының жаңағы буын шығарып тұру үшін қазақ тілі мәселесін көтеріп отырасын, жиынын жасасын, бірақ жиынның соңында хат жазасың да, сол жиынға қатысқан атақты адамдарға қол қойғызасың, болды. Ешқандай да митингіге шықпайсың, ешқандай да көтеріліс жасамайсың, билікті ауыстырамыз деп айтпайсың. Тек қана жаңағы хат жазып сұранасың. Құрметті Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы, мына қазақ тілін осылай жағдай қиын болып жатыр, осыны түзеңіз деп бірнеше халық жазушысы, халық қаһарманы, басқалар бәрі қол қояды. Бітті. Халықтың буын шығарады, 2-3 жылда бір жиналыс жасайды қазақ тілінің. Шындығында онымен ол ешқашан қазақ тілін көтерген жоқ. Қайта қазақ тілін құртты. Оны анау Қазбек Иса жалғастырып барып депутат болды. Енді оның Шахановтың тірлігін қазақ тілін сондай өтірік имитация жасап егіп жүрген Қазбек Иса. Халықты алдау, билікке қызмет ету, биліктің саясатын жүргізу, болды. Басқа ештеңе жоқ. Басқа ештеңе жоқ. Енді мысалы жаңағы Совет одағы кезінде Шаханов жаңылмасам депутат болды ма, жаңа председатель болды ма, бірдеңе болды ғой, Москваға жиынға баратындай. Ол не мансап еді енді? Ол сол кезде жаңағы жоғары кеңестің депутаты болды. Жоғары кеңес. Қазақстаннан сайланған. Және ол кезде парламент мынандай тұрақты болған жоқ. 6 айда бір рет, 1 жылда бір рет жиналып тұратын, бір аптаға, 2-3 күнге. Ал ана жаңағы Совет өкіметі құлар кезде сол бір апта емес, 2-3 аптаға созылып кетіп, жұрттың бәрі телевизор көріп, концерт көргендей, шоу көргендей, сондай керемет жағдайлар болған. Керемет демократияның емес сол кездерде болған. Горбачевтің кезінде. Горбачевтың ақырғы кезінде. Кеңес өкіметі құлар кезде. Өзі сондай саяси ахуал болды. Қалыптасты сол кезде. Горбачев сол демократияға қарай бейімделуіменен Нобель бейбітшілік сыйлығын алған жоқ па? Иә. Оның ең басты себебі мына Ауғанстанға Совет өкіметі соғысам деп әбден шығынға батты ғой. Экономикалық шығынға батып, сондай бір экономикалық қаржылық дағдарысқа түстік сол кезде. Халық нан сатып алу үшін таңертең неге тұратын болды? Кезекке. Ұзыннан ұзын кезекке. Сондай жағдайдан барып жаңа кеңес өкіметі құлады. Оған Горбачев сай келді. Екеуі екі жақтан жаңағы әсер етті де, соған құлады. Содан жаңағы Фукуяманың айтып жүргені болды, демократия жеңді, бүкіл дүние жүзінде енді демократия орнайды, батыстың ықпалы орнайды. Екі баяғыдай саяси күш бір-біріменен қарсыласып тұрмайды. СССР менен жаңағы Америка ұқсап. Енді тек қана Америка болады, батыс болады деді ғой, Европа болады. Сөйтіп Хантингтон жаңа айттым ғой, олай болмайды деп, арада 3-4 жылдан кейін жаңа өзінің кітабын жазды. Хантингтон дұрыс болып шықты. Ақырында көрдіңіз. Кім Америка шындығында қатты кетті. Анау барып Иран, Ирак, неменің бәрін, нелерін Саддам Хусейнді, анау кім еді? Тағы бір немден алып тастады ғой, барлығын жаңағы өлтіріп, нелерін ауыстырып, онымен олардың бәрі ешқандай демократия болып кеткен жоқ. Қайтадан сол бұрынғы күйіне түсті. Просто халық сондай қасіретке ұшырады. Міне сондай нәрсені көп жасады, Ауғанстанға кірді, ақырында шығып кетті.
кім Америка көп қателік жасады. Ал мынау батыс соңғы жаңағы 45-48 жылдан бастап Америкаға әбден үйреніп алды да, өзінің қорғанысын, мемлекеттік қорғанысын бәрін Америкаға беріп, бұлар осы бір сондай коммунизмде рахатта өмір сүрді. Ұзақ уақыт мастық. Сөйтті де соғысқа дайын болмай қалды. Мынау Россияның Украинаға батысқа қарай соғыс ашып отырғаны аналардың әлсіздігін көріп отыр. Оның үстіне газбенен бүкіл Европаны Монополды да қамтамасыз етті де байлап алды. Әрбір үйіне дейін, әрбір жаңағы заводына дейін. Содан әлі шыға алмай отыр. Ана жаңағы Роснефтіменен Лукойл газды, жаңағы Лукойлды станция салғанға енді ғана неғып отыр. Қанша 400 жыл соғыс болып жатыр, Батыс баяғыда сол станциясын салып бірден не қылса, Россия жеңілер еді. Немесе тоқтатар еді соғысты. Көрдіңіз бе? Батыстың екі жаққа жұмыс жасап отырғанын. Санкцияның өзін бұлар кешіктіріп, кеше ғана салып отыр ғой. Бұлар Украинаның жеңгенін қалайды, бірақ Россияның да жеңілгенін қаламайды. Россия жеңілсе, Қытай күшейіп кетеді деп содан қорқады. Сондықтан біздің негізгі жаңағы жауымыз Қытай, Россия бәрібір Европалық ел болады, бізге қарайды деп отыр. Және Еуропаның санкциясында да бір екі беткейлік тұр. Мысалы, көлеңкелі флоттарды әр жолы бір 100 дана, 200 дана көлеңкелі флотқа санкция салады. Олар тонын ауыстырып, ертесі қайта келеді, оларды көрмей қалады. Оны бір жылдан кейінгі санкциясына қосады. Әлі де сондай бір екі беткейлік саясат ұстап отыр. Бұлай қарап отырсаң, мүдделі топтар ақшасын жасап жатыр, Ресеймен бизнесін жасап жатыр, көлеңкелі бизнес, теңіздегі бизнес жүріп жатыр. Тек ашық ресми банк аккаунттардан банк аккаунттарға ақша аудару азаяды, бірақ криптовалюта арқылы Латын Америкадан барып, Ресейдің қолындағы доллар мен евроны Латын Америкадағы немесе Қытайдағы ауыстыратын жерлер арқылы криптовалютаға ауыстырып, Еуропаға криптовалютамен ауысу төлеу жүріп жатыр. Ал оны көрмей отырды ма? Көрмей отыр. Қазақстаннан Қытайдың керек жарағы ағылып Ресейге кіріп отырғанын бүкіл Қазақстандағы Американың, Еуропаның елшіліктері, тыңшылары, жасырын агенттері көрмей отыр ма? Көріп отыр. Бірақ көрмеске салып отыр. Бұлай қарап отырсақ, бұл жаңа сіз айтқандай батыстың қателігі өте көп қой. Мысалы, Польшадан бастап Чехословакия, Югославия, Румыния, Болгария, Албания, бұл елдердің барлығын Сталиннің басып алуына көз жұмып қарап отыр. Ал ол кездегі Сталин 27 миллион әскері қырылған, мемлекеттік отандық армиясы құрып, орнына кеше шөп шауып жүрген, егін егіп жүрген шаруан әкеліп әскери киім қойған дүниедегі таңғажайып ел еді. Мемлекеттік армиясы құрып кеткен ел еді сол кезде. Сталинді алуға болатын еді, себебі Сталиннің өзі Американың көмегімен әрең жеңді Гитлерді. Бірақ Шығыс Еуропаны Сталинге бере салды. Тұтас Азияны Қытай коммунистеріне бере салды. Қытай коммунистерінің көмегімен, Совет компартиясының көмегімен Вьетнам социализмге кетті, Куба социализмге кетті. Соны көріп отырып, демократтардың бүйрегі социалистерге бұрып, бұны, мысалы, Паттон генерал айтты, біз Москваны қайта алайық деді. Германиядағы әскерімізді қайтармай,